Біз юмористпіз. Сен үйленгенсің ба? Иә. Үйленгенсің. Мен бойдақпын әлі. Сен бойдақсың. Сен қыздармен сөйлескен кезде шутка айтасың ғой. Күлмесе біртүрлі болып қаласың ба? Иә, конечно, біртүрлі болып қаласың. Сондай. Мен балжанмен ең бірінші кездескен кезде мен оған шутка айтамын, күлдіртемін, андай енді харизма көрсету керек қой, андай. Сөйтіп шутка айтамын. Дейді, или күлмейді. Проверенныйларды айтасың ба? Мен өзімде проверенный бар қыздармен кездескен. Ана шутка 5 қыз подряд сындырған шутка. Мынау вообще без вариантов. Болды ма? Бетон, короче. Садақ деген шуткам бар мен. Мынау да, міне еркебұлан орнында қыздар отыр да. И сол садақ дейтін шуткам болған, ана сындыру үшін бүйтесің, короче. Андай музыка клубта бірдеңе деп отырған кезде қарап тұрасың да. Садағын шығарасың да. Ай, ямай. Осыны мимикамен ойнайтын бар ғой. Садақ, бұл проверенный. Сосын мынандай садақты бүйтесің де, дейсің де, подружкасы отырады ғой. Соның жүрегіне шығатын.